Армысыздар, құрметті телекөрермендер. Жасар бір телеарнасында мотивация хабары. Бүгінгі кейіпкеріміз өзіне ақпан айы соншалық жақсылық әкелетінін жар сала айтып жүретін Гүлмира Жангелдіқызы. Екінші өнер мектебінің директоры және республикамызбен қатар бірқатар шетелдерге танымал Айналайын балалар қорының жетекшісі. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Күлеке десе, мен өзіңізді жақын тартамын, сырласым деймін, замандасым, және өнерде де біз қатар жүзіп келеміз. Дегенмен сіздің алар орныңыз, шынында да мынау мемлекеттік маңызды шараларға атсалысып жүргеніңіз өте мақтауға тұрарлық дүние. Құтты болсын 20 жылдықтарыңыз. Айналайын балалар қорының құрылғанына биыл 20 жыл толып отыр, қымбатты көрермен. Осы 15 ақпан күні нағыз мерейлі мерекелері. Қостанайдан тамыр алған қор жайлы әңгімені бастасақ. Бұл топты құруға себеп болған Қостанай қаласында жұмыс істеп жүрген кезінде балаларға арналған әндерді, қазақ тіліндегі әндерді іздеген уақытында әндер аздау болды. Ал балаларға, кішкентай балаларға алдымда бастауыш мектептің балалары 1-4 оқитын махаббат туралы, я болмаса күрделі, я болмаса диапазондарына сай келмейтін қиын әндерді бергім келмеді. Әуелі Айналайын балалар ән ансамблі деп аталды, өйткені балалардың топтың құрамы азғантай болды, 10 бала болды, одан кейін 15 бала болды. Сондықтан біз біраз уақыт ансамбль ретінде танылдық. Осы балалармен біз балаларға арналған әндерді ізде бастадық, зерттей бастадық. Әндеріміз бар екен, көп айтылмайтын, тіпті Шайып Шақалдаяқовтың Балдырғандар әні бар екен. Соны айта бастадық дегендей. Әсет Бейсеевтің әндері бар екен. Сонымен қатар Рахмет Жұбановтың мысалы әндері бар екен. Бірақ әр кәсіби композиторлар балаларға аз-аздан ән шығарған. Ал қазіргі таңда, енді ол кезде 20 жыл бұрын заманауи әндер керек болды. Сосын жергілікті, яғни Қостанай қаласындағы тұрғындары ақын композиторларды мазала бастайды. Ақылбек Шаяхметов мысалы ақын ағамыз бар, Қалибек Деліпсалдин композитор ағамыз бар. Соларды мазала бастадым. Ағалар бізге ән керек деп. Сол кісілер бізге арнайы әдейі балаларға арналған әндерді шығара бастады. Ол әндерді біз жарыққа шығара бастадық. Қостанай халқына насихатта бастадық. Сонымен қатар басқа әндерді де айттық әрине. Басқа тілдегі, орыс тіліндегі, түрік тіліндегі, ағылшын тілдегі әндерді айта бастадық. Одан кейін бұл топ Астана, Алматы қаласына шақырылды. Өйткені алдында қалалық байқаудан жеңімпаз болдық. Одан кейін республикалық байқаудан жеңімпаз болдық. Тіпті одан кейін Мәскеу қаласына дейін жеттік. Ол алғашқы 1-2 жылдың өзінде. 2 жылдың ішінде көптеген жетістіктерге қол жеткізе білдік. Соңғы жетістіктеріміз Мәскеу қаласындағы жеңісіміз. Сахнада кішкентай балаларымыз 4, 7, 8, 9 жастағы балаларымыз көк туды желбіреткенде әрине үлкен мақтаныш ұялады. Көбеміз көкке жетті дейсіз ғой. Одан кейін соңғы жетістіктің Қостанайдың балалары Алматы қаласында халықаралық Салем Голливуд, әуелі республикалық Салем Голливуд атты үлкен фестиваль байқауы өтті. Ол фестиваль байқауға тек қана балалар емес, балалардан бастап тіпті кәсіби музыкантқа дейін, кәсіби әншілерге дейін қатысты сол байқау фестивальге. Қазақ алқасының төрағасы өзіміздің белгілі сүйікті ағамыз Асан Ілияшимов болды. Сол кісінің сөзі есімде. Енді бұл неге Салем Голливуд деп аталды бұл байқау? Өйткені нәтижесінде ең мықтылар Америкаға бару керек. Қазақстанды сол жақта таныту керек. Қазақстан атынан сол жақта тағы да сайысқа түсу керек.
сонда ағамыздың айтқан сөзі, мына балалардың ішінен ең Голливудке баратын жаңағы лайық балалар Қостанайдың балалары. Қандай керемет, алғыс. Үлкен баға, әрине біз үшін үлкен баға, ол кісінің ауыздан осындай сөз есту. Енді 2001 жыл, 99 жылы біз құрылдық Қостанайда. 99 жылдан 2001 жылға дейін 2 жылдың ішінде осындай жетістіктерге жеттік. 2001 жылы енді айналайынның, қостанайлық айналайынның жетістіктерін естіп, Астанаға шақырылдым. Жамал Базарқұлқызы сізді шақыртқан, солай ма? 38-ші мектеп лицейінің директоры Қасымбек Жамал Базарқұлқызы сол Қостанайдың айналайын естіп, осындай хор бар, ол кезде ансамбль бар, жетекшісі, мықты музыкант деп мақтаған ғой. Сол кісінің шақыруымен келдім. Ол кісінің сөзді әлі есінде, Астанада да осындай өнерлі балалар бар. Астанада да айналайын жаңағы балалар ұжымын тобын құрып, ары қарай жұмысты жалғастыруға болады. Жалпы Астана жастардың қаласы, ол кезде мынау жас қаламыз тәй-тәй басып келе жатқан жаңағы жас Астана. Сондықтан сіздерге мына жерге келсеңіздер жұмыс жетеді, тек қана өздеріңізді көрсете біліңіздер деп жаңағы қасына жас мамандарды жинаған. Соның бірі менмін. Және мамандарды жинау арқылы ол кісі еш қателеспеген екен. Кезінде Шерхан Мұртаза ағамызда республиканың түкпір-түкпірін аралай жүріп, сол облыстық, аудандық газеттердегі қандай марғасқа журналистерді Алматыға шоғырландырған. Мысалға айтатын болсақ, Ақселеу Сейдімбек ағамыз, Фариза Оңғарсынова, Оралхан Бөкей, сондай мүйізі қарағайдай қазақтың классик ақын жазушылары Шерхан Мұртаза ағаның ізгілік ағалық құрметіне бөленген. Кейін қазаққа қаншама мықты жауһар дүниелер берген аға апаларымыз. Шерхан ағамыздың ізгілігін көрген деп жатырмын. Және өзіңіз Жамал Базарқұлқызын ұстаз тұтасыз, бір емес 80 оқу меңгерушісін, қаншама 18 мектеп директорын шығарған мықты ұстаз ретінде ол кісіні мен өзім де шексіз құрметтеймін. Ол директордың бірі мінекей біздің алдымызда отыр. Бұл өте мықты мотивация деп ойлаймын. Біздің қаншама қазақ халық композиторларының әндерінің өзін нотаға түсіріп, осы айналайын балалар қорының да жинағын шығардыңыз. Астанаға көшіп келгеннен кейін енді мына Астанадағы ақын композиторларға маза бермедім. Осы жердегі аға апаларды, көбінесе ағаларды мазала бастадым. Серік Тұрғынбеков ағамыз, ол кісі өзі жерлес болады, Торғайдың белгілі ақыны. Сосын осы Ахмедия Есмұханов ағамыз бастапқы уақытта 2001 жылдан бастап ол кісімен алдағы 2 жылдай біз тығыз шығармашылық байланыста болдық. Одан кейін ең алғашқы ән бізге ұсынған Қайрат Бейкенов, астаналық балалар хорына Қазақстан отаным менің деген әнді ұсынған бізге. Біз бүгінгі күнге дейін оны үлкен сүйіспеншілікпен, қызығушылықпен балалар орындап жүр. Тіпті осы әнге клипті түсіргенбіз, балапан арнасы. Сондықтан осы жердегі айналайын балалар хорымен әрине біз ары қарай жұмысымызды жалғастырдық. Осы астаналық айналайыны да көптеген жетістіктерге әрине жетті. Бүгінгі күні енді шүкір дейсіз ғой, 20 жылдық тарихта расымен де қордаланып қалған кәдімгідей қорыңыз бар. Оған да өзім куәмін. Қаншама видеокассеталарыңыз, тырнақтап жинаған дүниелеріңіз бүгінде сол 20 жылдық тарихты құрап отыр. Гүлеке, енді осындай қазаққа тамаша хор ұйымдастырып, өнерлі балалардың басын біріктірген Гүлмира Жангелдіқызы туралы біздің көрермендеріміз жақынырақ білгісі келетін шығар. Там-тұмдап айтылған мәліметтер болғанмен де, мен сіздің еш жерде айтылмаған орыс мектебінде оқыған, мүлдем қазақша білмейтін, тіпті музыка колледжінде орыс тілінде оқыған қыздың қазақ филологиясына оқуға түскенінің өзін естіген кезде таң қалғанмын. Енді соны көрермендеріміз де
тыңдаса дегім келеді. Иә, шынымен қазіргі есікті қалай қағып кіріп жүретініңді сол айтыңызшы. Иә, шынымен қазіргі таңда менің әріптестерім мектеп директорлары, колледждің директорлары, балабақшаның директорлары, енді дөңгелек бәріміз әріптеспіз ғой. Үлкен жиындарда егер де маған сөз беретін болса, мен ешқашанда орысша сөйлемеймін, қазақша жаңағы баяндамамды қазақша жасаймын. Үздік мұғалім солай болуы тиіс деп ойлаймын. 2006 жылғы үздік мұғалім байқауының жеңімпазы, құрметті көрермендер. Рахмет, Ғалия. Менің әріптестерім көбісі мені тіпті қостанайлық деп ойламаған, оңтүстіктен деп келген деп білген. Жетісайдың қызымын деп Өйткені мүлдем орысша сөйлемейтін де, жиындарда тек қана қазақша. Кейін Қостанайдың қызы деп естіген кезде таң қалды. Қостанайлықтар осылай сөйлеуші ме еді деп. Шынымен де ауылда өстік, орыс мектебі ғана болған ауылда, қазақ мектебі болған жоқ. Кейін қазақ кластары ашылды әрине, бірақ біз ағам екеуміз орыс мектебінде оқыдық. Сыныпта 30 баланың тең жартысы басқа ұлт, тіпті жартысынан көбісі. Қазақ балалары аз болған. Бірақ қазақша сөйлегеніміз ол әке-шешеміздің тәрбиесінің арқасында. Енді әкеміз ерте кетті. Анамыз үйге кірген кезде табалдырықты аттадым ба, бітті. Бар, орыс тілін сыртта қалдырасын, үйде тек қана қазақша сөйлейсің. Талап сондай болды. Одан кейін музыкалық училищесінде оқыдым, Рудный қаласында. Ол училищеде оқып жүрген кезде топта жалғыз қазақ мен болатынды. Қазақша біреумен сөйлесейін десең, сөйлесетін адам жоқ қасында. Одан кейін университетте орысша, тіпті ол аздай Омбы қаласында университеттің магистратурасын орыс тілінде бітірді. 4 жыл бойы қалыпымызша орысша сөйлеп келдік, ауылға келген кезде қиналдық. Өйткені үйде сөйлеген жаңағы ол алдына қарапайым ауызекі тілде. Ал енді жұмысқа орналасқан кезде тіпті бірінші қыркүйек деп жазған кезде қай жерде жазылушы еді деп сондай деңгейде болдым. Оны мен жасырмаймын, оның ешқандай ұяттығы жоқ. Сол кезде мен қатты ұялдым, намыстандым. Балалардың алдында басқаша сөйлеп қоям ба, енді мұғалім бола тұра қате жазып қалам ба деп қорқаттым да. Міндетті түрде анамнан сұрап алам, қасымдағы әріптестерімнен сұрап алам. Сосын маған ұнамайтынды, әріптестерім бір нәрсе айтып жататын, мен түсінбеймін. Енді ол кісілер мұғалімдер әдеби тілде дұрыстап жауапты бере алмаймын. Жоқ, олай болмайды. Кейін енді университетке оқуға түсетін болдым. Алдында мен музыка бөліміне түсетін болдым да, бірақ кейін жоқ, қазақ филологиясына түсу керек деп. Әрине оған бір жағынан анам ақыл кеңес берді, жаңағы ол кісіді қазақ тіл маманы, және де менің осылай қиналып жүргенімді байқады. Және де музыка бөлімдегі, Қостанай университетінің музыка бөлімдегі декан болып жұмыс істеген ағай, ол да маған сол ақылын айтты да, музыка училищесінің дипломын алдым қолына, бір мамандық иесі болдым. Ары қарай басқа факультетке түссем де артық болмайды. Өйткені Рудный музыкалық училищесі өте мықты. Ол кезде аты шыққан. Бізге оқуға түссен, енді ешқандай былай, енді одан артық бере алмаймыз деген сияқты болды да. Өйткені енді ашылады. Институтта музыка факультеті енді ашылады. Одан да сен басқа факультетке түс деп. Енді ешқандай факультет әрине ойымда болған жоқ, тек қана қазақ филологиясы. Қазақ филологиясына түскен кезде енді қызық жағдай болды. Қызық жағдай болды. Қасымыздағы қыздар бәрі қазақ мектебін бітірген, құрбым екеуміз орыс мектебін бітірдік, орыс жаңағы училище, орыс тілді қатты қиналдық, біз тағы да намыстандық. Жоқ, біз дұрыстап дайындалуымыз керекпіз, біз түсуіміз керекпіз. Сосын екеуміз мықты дайындалдық. Әрине қасымызда анамыз бар,
ол кісі де бізді біраз қамшылады. Иә. Сонда екеуміз оқуға тест тапсырған кезде жоғарғы балл біз екеуміз алыппыз. Сондай қызық болды, иә. Ал енді жаңағы студент кезіміздегі енді алғашқы күндер ғой, анау кіруге бола ма деген сөзді ауыстырып орнын есікті қағып болуға кіреміз деп айтқан кезде бүкіл топтың қыздары жігіттері күліп бізге вот сондай деңгейде болдық. Өкінішке орай сол кезде екеуміз қатты намыстандық. Анау қыздар жігіттер күлген кезде іштей ашындық. Неге біз өз тілімізді білмейміз, неге біз осындай жағдайдамыз деп біз енді кәдімгідей намыстандық. Сосын мен өзім жаңағы кітап оқи бастадым, газет оқи бастадым, теледидарды тек қана жаңалықтарды тек қана қазақ тілінде ғана жаңалықтарды тыңдай бастадым. Сөйтіп жаймендеп осы деңгейге жеттік. Жалпы біздің мақтанышымыз халық қаһарманы Тоқтар Әубәкіров ағамыз да Теміртаудың тумасы, Ресей жерінде қаншама жыл қызмет атқарып, өзіміздің ана тілімізді білмеген. Кейін соншалық намыстанғаны қазақ тілін бір-ақ күнде үйреніп алған ғой. Ол сияқты тағы жақында ғана өмірден озған осы Қостанай жақтың тумасы ол кісі де Есім Сегізбаев, әйгілі профессор, қаншама танымал актерларды тәрбиелеген. Ол кісі де бір ауыз қазақша білмей келіп, өнер академиясына, ол кездегі өнер институтына түсіп, ал кейін қаншама қазақ тілді балаларды тәрбиелеп шығарды. Бұл жерде біздің өзіміздің ана тілімізге деген сүйіспеншілік қой, сол сізді намыс қайрап, сол тілде сөйлеймін деп тұрған. Ал қазіргі жағдайдағы жастарға көңіліңіз тола ма? Өзінің тілін біліп тұрса да сөйлемейтін. Сіздің шәкірттеріңіз қандай? Қай тілде сөйлейді? Иә, енді екінші өнер мектебі қазақ мектебі. Шәкірттерім қасында жүрген кезде орысша сөйлеп қалса, мен кәдімгідей түсінбеген сияқты кейіп танытам. Ол мен анамның тәрбиесі. Өйткені анам әлгі шейін үйге қонақтар келген кезде орысша сөйлеп қойса, кәдімгідей естімеген сияқты, мынау не дейді деп түсінбеген сияқты адам танытады. Қасымдағы шәкірттеріме әрине шетелде жүрген кезде талап етемін. Қазақша сөйлемесем бірінші самолетпен қайтарам деймін. Өйткені 2010 жылы Еуропаға шыққан кезде, осы шәкірттерімді конкурсқа барған кезде қатты бір ұялған сәтім болған. Берлиннің қақ ортасында енді талап етемін ғой, ол кезде талап етемін қазақша сөйлеңдер деп. Енді бала ғой, енді бір-бірімен орысша сөйлеп қойды да, сосын бір неміс қасымызға жақындап ағылшынша сұрап жатыр да, қай елден келдіңіздер деп. Біз айтып жатырмыз, енді ағылшынша жауап беріп жатырмыз, Қазақстаннан келдік деп. Енді ғана түсіндім дейді. Сосын неге десек, сіздердің түрлеріңіз азиат дейді, тілдеріңіз орысша. Сондықтан мен былай сіздерді бір-екі минут бақылап тұрдым, түсінбедім дейді. Тағы да намыстандым, тағы да ашындым. Неге олай болады? Неге біздің тілімізден неге танымайды деп. Сол балаларға сол күні кешкісін лекция оқып, кейін әрине олар енді оқушылар тыңдайды ғой. Қазіргі жастарға айтарым сол. Көбісі мың сылтау айтады. Мен орысша оқыдым, мен ортам орысша, менің мынау көп сылтау айтады. Ол сылтауды мен өз басым түсінбеймін. Өйткені нағыз орыстың арасынан шыққан адам мен өзім. Сондықтан ниет керек. Егер де ниет болса, үйреніп алуға болады. Басқа тілді үйреніп жүр ғой жастар. Ағылшын тілін тез арада үйреніп алады. Қытай тілін тез арада үйреніп алады. Неге өз ана тілін үйренбеске? Оны мен анам айтқандай, қазақ тілін, ана тілін үйренбеу керек. Қазақ тілін, ана тілін білу керек. Ол уже кәдімгідей заңдылық. Оны білу керек. Сондықтан қазіргі жастарға айтарым, қанша жерден орысша сөйлесен, қытайша, ағылшынша сөйлесен,
қаның қазақ болып қала береді. Бәрі көзін сықсиған дегендей қара торы қазақ болып қала бересің. Сондықтан қанша жерден басқа шашыңды боя, басқаша жүр, бәрі қазақ болып қала бересің. Біздің абыройымызды асқақтатып, мынау әлем сахналарында бүгін дүбірлеп даңқы шыққан Димашымыздың өзі қазақша сөйлеген кезде кеудеңді мақтаныш сезімі кернеп, ана тілімізді, соншалық риза боласың. Сіздің де шәкірттеріңіз сондай болсыншы дегім келеді. Әсіресе мынау 20 жылдық тарихы бар Айналайын балалар қоры өзінің мерейтойын атап өтпек ниетте биыл. Астана жұртшылығы республикаға танымал балалар қорының бүкіл репертуарындағы әндерін тыңдайтын сәтте жақындап қалған сияқты Гүлеке. Жалпы баланы бәйгеге өзінің жүйрігін баптап қосқан кезде атбегінің қандай көңіл күйде болатыны белгілі. Ал енді сіз байқауға қаншама шәкірттеріңізді салып жүрсіз қамшылап. Ең мақтан тұтар деп ешқайсысын бөлмейтін шығарсыз? Әрине, ешқайсысын бөліп жармаймын. Қазіргі таңда мен балалар хорының құрамында 35 бала. 35 баланы бірдей жақсы көремін, бірдей жұмыс жасаймын. Тек қана әрине олардан не болса, енді 35 балаға бірдей құямын. Енді жауап қайтарым қалай болады. Біреуі еңбекқор болады, риза боласың. Біреуі табиғи бойындағы дарындылығы бар, бірақ өте жалқау, ренжейсің. Сондай моменттер болмаса, былай әрине 35 балаға бірдей қараймын. Мен бөліп жара алмаймын балаларды. 20 жылдық тарихтағы музыка шыңын бағындырған қай шәкірттеріңіз ерекше атап өтер едіңіз? Алғашқы шәкірттерім ол кезде 4, 5, 7, 8, 9 жаста болса, қазіргі таңда 30-ға жақындап қалған қыз жігіттер ғой. Отбасыларын құрып, балалы болды. Өнер жолын жалғастырған шәкірттерім әрине бар. Мысалы, қазіргі таңда Шабытта өнер университетінде оқып жатқан Нұржанов Диас академиялық вокалда оқып жатыр. Әмірова Гүлнар дәстүрлі әнде оқып жатыр. Исахмет Аннель эстрадалық вокалда оқып жатыр. Одан кейін Капарова Назерке арт-менеджментте оқып жатыр, бірақ әншілік өнерін тастамаған. Жаңағы өзіңіз айтқандай 2 бухгалтер қызым бар, апалы сіңілі Гүлзада мен Айзада, бірақ олар да арасында әндерін айтады. Абдуллина Айдана ең алғашқы мен шәкірттім, Айналайын шәкіртті. Осы балалардың қатарында Жүнісов Мадияр, Лайын тобының әншісі, қазіргі Найза тобының әншісі. Сол енді біраз шәкірттерім бар, осы әншілік өнерді жалғастырған. Басқа мамандық таңдаса да, бәрібір жүректерінде әуен, музыка жалғасын тапқан шәкірттерім әрине бар. Көбісі. Және олар ұстаздарын мақтан тұтады дейсіз ғой? Деп ойлаймын. Бүгін тамашалап отырған ата-аналар да бар шығар, Жастар бір телеарнасындағы мотивация хабарын. Егерде Айналайын балалар қорына сіздің де балаңыз лайық деп шешсеңіз, осы астаналық болсаңыз, Гүлекең 2-ші өнер мектебінде, кім біледі, сіздің балаңыздың шырағын жағу осындай білікті ұстаздардың қолынан келеді деп ойлаймын. Айналайын балалар қорының репертуарында болған Көкбайрақ әнінің тарихы сіз үшін ерекше ғой деп ойлаймын. Игорь Крутой, Илья Авербух мұзайдынның ханзадасы. Сол жігіттермен де Айналайын қорының шығармашылық байланысы бар. 2011 жылы өздеріңіз білесіздер, 7-ші қысқы азияда өтті. Ал қысқы азияның ашылу жабылу салтанатын өткізу үшін 1 жыл бұрын 2010 жылдың қаңтар айынан бастап ұйымдастыру комитеті қызу дайындық бастаған. Сол сәттен және Қазақстан бойынша көптеген шығармашылық топтарды кастингтен өткізген. Балалар хорларының арасында кастингтен өтіп біздің Айналайын таңдалды. 7-ші қысқы азияның ашылу салтанатына арнайы жазылған ән, оның авторлары Игорь Крутой және өзіміздің ағамыз Ұлықбек Есдәулет сөзін жазған. Интернет арқылы ноталарын жібереді Игорь Крутой. Сол ноталарды біз ашамыз, қараймыз, және де біздің дауысымызға сәйкес келе ме, келмей ме деген сияқты
тональностін өзгертеміз, қайтадан нетеміз, жаңағы жауап жазамыз, бізге осылай лайықтау керек деген сияқты. Одан кейін музыка жазылды, минус деген сияқты. Ол минус тағы да тональностін өзгерттік, балдардың дауысына лайықтап. Тез арада осы бәрі жасалу керек тұғын. Және де уақыт тығыз болды. Бізге енді күзде тоқталды, сосын күзден бастап жаңағы жазыла бастады ән, оның минусы жазылғанша уақыт деген сияқты. Бірақ әйтеуір ұйымдастыру комитетінің және режиссердің ең бастысы Алексей Мырзаның көңілінен шықты біздің жұмысымыз. Кейін өзі де айтты, қаншама ұжымдар болды, ең жауапкершілігі мол міне осы кішкентай балалар осы ұжым деп. Өйткені шынымен көмекшілері звондайды, Гүлмира Жаңелдіқызы, біз сіздерге автобус жібердік, келе жатсыздар ба? Мен айтамын, біз уже келдік дейміз. Гүлмира Жаңелдіқызы, сіздер киімді ауыстыра берсеңіздер болады. Мен айтамын, біз уже киініп тұрмыз. Одан кейін Гүлеке, сахнаға шыға берсеңіздер болады. Мен айтамын, біз сахнадамыз. Сондай енді алдын ала бізді іздеп қалмасын, сөз келіп қалмасын. Команда, ресейлік команда болды. Ертең Ресейдің тағы да қазақтарға сөз келмесін деп, бұлар тағы да намыс алды. Тағы намыс алды. Бұлар кешегеді екен, бұлар бүйтеді екен, сөйтеді екен деп айтпасын деп, алдын ала бәрін жасап қоюға тырыстым. Мен балаларға айтатым да сол кезде, сіздер концертке қатысып жатқан жоқсыздар. Бұл тарихи оқиға. Қаншама мемлекет, бүкіл әлем осы оқиғаны көз тігіп тұр. Сондықтан үлкен жауапкершілік. Балалар сахнадан шыққан кезде, әнді орындап болғаннан кейін сахнаның артына шыққан кезде тіпті жылап жіберді. Мен алдында шошып кеткен, не болды деп. Олар неге жылап тұрсын десем, апай, біз мақтаныштан жылап тұрмыз. Кеудесінде толып кетті ғой, эмоция толып кетті. Сахнаның артында Лара Фабиан тұр, Батырхан Шүкенов тұр, жаңағы Роза Рымбаева тұр. Солардың кісілердің қасында тұрудың өзі үлкен мақтаныш. Ал мынандай үлкен шараға қатысудың өзі қандай мәртебе. Балалар соны түсінгеніне мен риза болдым. Арасына енді бір жыл салып, 2012 жылы Түркияға айналайынмен барып байқауға қатысқанбыз. Сонда Түркияда жүрген кезде Илья Вербухтың көмекшілері хабарласып, біз сіздерді мұз айдындағы шоуға шақырайық деп едік. Сосын мен айттым, біз мына жақта байқауда жүрміз, келгеннен кейін егерде үлгеріп жатсақ, егерде сіздер бізде күтсеңіздер, енді күндерін қарасақ үлгереді екенбіз. Әрине күтеміз. Жаңағы мұз айдындағы шоудың түсірілімі 6 шілде күні тура Астана күніне, біз маусым айында, жаңағы маусым айының басында бардық. Сөйтіп Түркиядағы байқауға қатысып, 7 мемлекеттің арасында бірінші жүлдені жеңіп алып, жүлделі болып, үлкен қуанышпен оралдық. Самолеттен таңертең түссек, кешкісін сол Илья Вербухтың жаңағы мұз айдындағы шоу дайындығына барып, дайындығына қатысып, түсіріліміне қатыстық. Әйтеуір сол кісілердің тағы да көңілінен шыға білдік. Көк байрақ әнін тағы да орындадық. Ол көк байрақ әніне Ирина Слуцкая, сол кезде 2 дүркін чемпионы, сырғанады. Ол кісіді киелі балаларға ризашылығын білдірді. Марат Башаров жүргізуші болды біздің Динара Сатжанмен бірге. Илья Вербухтың өзі, Навка бәрі келіп балаларға ризашылығын білдірді. Суретке түсіп, естелік суретке түсіп. Осындай еңбектеріңіз көп болсын. Бүгін осынау ИАСТ аталатын әдемі қонақ үйде қонақ болып отырмыз. Сол мекеменің ұжымына, Сәуле ханымға біздің Жастар бір телеарнасының атынан алғысымызды білдіреміз, әріптестік қолдау танытқандарыңыз үшін. Ал енді Гүлеке, 20 жылдық құтты болсын. Әңгімеміз соңына таяп қалды. Биыл жастар жылында жастарға бір мотивация беретіндей өзіңіздің өмірлік қағидаңыздан айтып кетсеңіз. Жастарға айтарым, еш нәрседен қорықпау керек, ең бастысы еңбекқор болу керек, алға қойған мақсатқа жете білу керек, әр нәрседен позитив көре білу керек, оқу керек, еңбектену керек, іздену керек. Гүлмира Жаңелдіқызының осынау сөздерін құлаққа іліп, жүрекке түйіп,
нәтиже шығарады деген сенімдеміз. Жастар жылы құтты болсын. Сізге көп рахмет. Бізге арнайы уақыт бөлгеніңіз үшін. Сіздерге рахмет.